Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат. Бүгін осындай әдемі зебра пирогын жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кеттік! Қажетті ингредиенттердің тізімін видеоның описаниясына қалдырдым. Алдымен 2 жұмыртқамызды, қантымызды жақсылап көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап 2 есе көпіргеннен кейін үстіне сұйық майымызды, сүтімізді қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін үстіне електен өткізілген ұнымызды осылай бөліп саламыз. Үстіне разрыхлителімізді қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Осындай қатты қою емес, қатты сұйық емес масса шығады. Осы массамызды 2 бөлікке бөлеміз да, бір бөлігіне 2 шай қасық какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Формамызды, менікі 24 дециметр формамызды пергамент қағазын төсеп дайындап аламыз. Сосын 2 ас қасықтан 2 тестаны кезек-кезек салатын боламыз. Сонда зебра пирогымыз әдемі болып шығады. Дайын болған пирогымызды әдемілеп түзеулейміз де шпажканың көмегімен осылай әдемі узор саламыз. Қызып тұрған духовкада 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Менің духовкамның ориентирі бойынша ровно 25 минутта дайын болып шықты. Өте жұмсақ, нәзік, жасалуы өте оңай пирогты жасап, сіздер де үй іштеріңізді қуантыңыздар. Рецептім ұнаса, жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын достар!